Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгін біз жаратылыстану пәнінің жер және ғарыш бөлімін бастаймыз. Бөлімнің алғашқы тақырыбы жер сфералары дегеніміз не? Ендеше бүгінгі сабақтан білетіндерің жердің қандай қабықтары болатынын және оның қалай орналасқанын білесің. Жердің әр қабығы неден құралатынын анықтайсың. Балалар, бейнероликке назар аударайықшы, нені көріп тұрмыз? Әрине, табиғаттың. Ендеше балалар, табиғат дегеніміз не? Жер қабықтары туралы білесіңдер ме? Осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Табиғат. Әр қабыққа қандай нысандар кіретінін анықтап көрейік. Ауада алуан түрлі құстар, аралар және түрлі түсті көбелектерді көреміз. Жер бетінде кең жазық даланы, адамдарды, жан-жануарларды, төрт түлік малды, орманды және жабайы аңдарды көреміз. Балалар, ал су астында және су маңында мекендейтін жануарларды білеміз бе? Ендеше су астында қандай жануарлар мекендейтінін айтып көрейік. Үлкен алып киттер мен акулалар, алуан түрлі балықтар және медузалар мекендейді екен. Ал топырақта, балалар, сендер жақсы білесіңдер. Топырақ астында қандай жануарлар мен жәндіктер мекендейді? Олар көртышқандар, шұбалшын, құмырсқалар және балалар, өсімдіктер топырақтан нәр алып өседі екен. Балалар, жер қабықтары қайда орналасқан? Жердің әр қабығын қалай белгілеуге болатынын анықтап алайық. Сфера грек тілінде сфайра шар деген мағынаны білдіреді. Жердің 4 қабығы болады. Оларды сфералар деп атайды. Олар атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера. Ал енді балалар, оларға жеке-жеке тоқталып өтейік. Атмосфера жердің ауа қабығы, оның нақты жоғары шекарасы жоқ. Жанартаулардың атқылауы мен дүниежүзілік мұхит суының булануы нәтижесінде пайда болады. Олар ғаламшарымызды айнала қоршап тұр. Жоғарылаған сайын ауа температурасы төмендейді. Келесі кезекте литосфера. Литосфера жердің қатты қабығы. Ол жер қыртысы мен ішкі қабатының үстіңгі бөлігінен тұрады. Өздерің көріп отырғандай, өсімдіктердің тамырлары жер астына тереңге жайылып өседі екен. Және жер астында мекен ететін алуан түрлі жәндіктерді көруге болады. Гидросфера. Гидросфера жердің су қабығы. Теңіз, мұхит, көл, өзен суларынан тұрады. Биосфера. Биосфера жердің тірі ағзалар мекендейтін қабығы. Оның өзгеруіне адамның тіршілік әрекеті әсер етеді. Адамдар, өсімдіктер, құстар, аңдар, жәндіктер, су қойма жануарлары тіршілік ететін жер қабығы болып табылады. Ал енді бейнероликқа назар аударайық. Достар, жердің қандай қабықтары болатынын және жердің әр қабығы неден құралатынын білесіңдер ме? Біздің ғаламшарымыз 4 қабықпен қапталған. Атмосфера – бұл ауа қабығы. Ол ғаламшарымызды айнала қоршап тұр. Биосфера – өсімдіктер, құстар, аңдар, бунақденелілер, су қойма жануарлары, сондай-ақ адамзат тіршілік ететін жер қабығы. Гидросфера – жердің су қабығы. Ол мұхит пен теңіз, өзен мен көл суларынан тұрады. Литосфера – жердің қатты қабығы. Жерді тұтас қаптап жатыр. Оған тау, дала, шөл, мұхит пен теңіз түбі жатады. Жер қабықтары бір-бірімен тығыз байланысады. Су тек мұхит пен теңізде ғана емес, атмосферада бұлт түрінде, литосферада жерасты суы түрінде кездеседі. Биосфераны мекендейтін тірі ағзалар жердің барлық қабықтарында тіршілік етеді. Көртышқандар, құмырсқалар, құрттар литосфераның үстіңгі қабығын мекендейді. Құстар мен бунақденелілер атмосферада ұшады. Ал гидросфера балықтар мен су, сүт қоректілерінің тіршілік ортасы. Адам ауаны ластау, қоқыс пен қалдықты өзенге ағызу, орманды кесу арқылы жер шарына орасан зор зиянын тигізеді.
Сен қоршаған ортаның тазалығын сақтауға өз үлесіңді қоссаң, қоғамға үлкен пайда келтіресің. Біздің қаланың ауасы көптеген көліктердің пайдаланған газымен және заводтардың күкірт түтінімен ластануда. Қала халқы оны жасыл көгалдандырумен тазалайды. Оқушылар, сендер жердің 4 қабығы жайлы таныстыңдар деп ойлаймын. Осы білгендеріңді бекіту және қорытындылау мақсатында алдарыңа QR код берілген. QR код арқылы берілген тапсырмаларды орындауларыңды сұраймын. Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Атмосфера жердің ауа қабығы. Литосфера жердің қатты қабығы. Гидросфера жердің су қабығы. Биосфера жердің тіршілік қабығы. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Әрдайым табиғатымызға қамқорлықпен қарап, аялайық. Келесі кездескенше сау болыңдар.